Бизнесті дамыту мен сервисті жақсартуға енді облыс кәсіпкерлеріне шетелдік сарапшылар көмектесуде. Жыл басында өңірде аға сеньорлар жобасы бастау алып, осының арқасында 20 таңдаулы маман өздерінің біліктілігімен бөліскен болатын. Олар әртүрлі салада қызмет көрсетудің түрлі жолдарын іскер топ мүшелеріне түсіндірді. Мәселен, Түркиядан келген сарапшы маман Нұрия Оранавшар қонақ үй қызметінің қыр-сырын жетік меңгерген. Шетелдік маман әуелі демалыс орнының жұмысымен толық танысып, кемшіліктерді анықтаған. Енді осы кемшіліктер бойынша қонақ үй бизнесін жақсарту ісі қолға алынды. Бұл демалушылар үшін аса қажет дейді сала мамандары. Былтыр бізге осы аталған бағдарлама бойынша 30 шақты шетелден жаңа маман тартылса, биылға біз жоспар кем дегенде 50 шақты мекемеге шетелден жаңағы маманды тарту болып табылады. Бұл жерде енді айтып кету керек, бұл бағдарламаның жаңағы артықшылығы кәсіпорын тек қана жаңа күнделікті тұратын жері мен тамағын берсе болды, қалған жаңағы жол ақысы, сонымен қатар визалық қолдау, оның барлығы бағдарлама аясында төленеді.